Алғашқы көрсетілімнен кейін-ақ ұлттық кино деп танылған «Балуан шолақ» фильмі түркістандықтар назарына ұсынылды. Бүгінде кинопарктерде прокаттар жүрген туынды авторлары облыс орталығында болып халықпен кездесті. Онда көзі қарақты көрермен тарапынан жоғары бағаланған киноның түсіру тарихы жайлы айтылды. Негізінде «Балуан шолақ» фильмі белгілі жазушы драматург Дулат Исабековтің «Жау жүрек» пьесасының желісі бойынша түсірілген. Ал режиссері Нұргелді Садығұлов шығармашылық топ осы туынды арқылы қазақтың аңызға айналған тұлғасын дәріптеумен қатар сол кездегі қазақ даласында орын алған оқиғаларды да көрсетуге тырысқан. Сол үшін түсірілім барысында сценарийді де өзгертуге тура келген. Сахна тілі, диалог, кино тілі ол іс-әрекеттер. Сол үшін Дулат ағаның жаңа пьесасындағы бүткіл диалогтарды мен экранға шығаруым керек. Оны ойнатуым керек, оны көрсетуім керек. Сондықтан да көп дүниелер сәйкес келмеді киноға. Көп дүниелер қайта киноның эпизодтары болды. Сондықтан біз Дулат екеуміз ақылдасып отырып, сөйтіп бүгін мүмкін дүниеге келіп жатыр осы фильміміз. Алайда шығарма авторы сценарий қанша өзгерсе де ұлттық болмысын жоғалтпағанын айтады. Өзі о баста айтты, мен ұлттық кино түсіремін Дулат ағаға. Бізге жетпейтін де осы. Қазақ тілінде кино шығады, бірақ ол ұлттық кино деп кейде айтуға да аузым бармайды. Өйткені оның негізгі идеясы, конструкциясы, архитектурасы мен архитектоникасы ол ұлттық деп айтуға келіңкіремейді. Туындының ұлттық бояуға қанық болуына да бірнеше себеп бар. Ең бастысы, киноны түсіруге атсалысқандардың бәрі өзіміздің қаракөз қандастар. Тіпті монтаждау жұмыстары да толықтай елде жасалған. Ал 2 жылдың көлемінде түсірілген кинодағы қиындық тудырғаны актерлерді таңдау болыпты. Әр адамға балуан шолақ айтса, өздерін балуан шолағы бар. Біреу енді дәу деп көреді, біреу енді ақын деп көреді, біреу енді композитор деп көреді деген сияқты. Сондықтан да енді бір ортақ балуан шолақ, енді бұл байыққан кезде Дулат аға екеуміздің балуан шолағымыз ғой енді. Сол бүткіл Қазақстан бойынша біз кастинг жариялап, бүткіл театрлар бар, басқалары бар іздеп, мен өз басым кәсіби актерлармен жұмыс істегенді жақсы көремін. Соның ішінен Еркебұлан Дайыров бауырымыз өте қатты ұнады. Ел аумағын тұтастай қамтыған сол іріктеуден басты рөлді сомдау Еркебұлан Дайыровқа сеніп тапсырылады. Алайда іріктеуден өткен оның басында актерлік шеберлігі дұрыс келгенімен дене бітімі сай шықпапты. Сондықтан киноға түсу үшін актер 2 айда 15 келі салмақ қосып, спорттық тәсілдерді меңгереді. Осындай еңбекпен келген дүниені дәл қазір көрермен өңірдегі кинопарктерден тамашалай алады. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұриден Ысқақов, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.